Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай зебра тортын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Барлық керек заттар описанияда толық көрсетілген. Ең алдымен печеньемізді осылай пакетке салып, оны оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Егер сізде блендер болса, бір сәтте сол блендермен майдалап шығыңыз. Дайын болған печеньемізді осылай ыдысқа салып аламыз. Одан кейін үстіне еріген сары май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кез келген печенье жарай береді. Енді формамызға салып шығамыз. Форма диаметрі 20 см. Қолдың көмегімен осылай формамызға орналастырамыз. Тығыз қылып орналастыру үшін қасықтың көмегімен, болмаса пюре езетін құралдың көмегімен формаңызға тығыз орналастырып шығыңыз. Кез келген затпен жасауға болады. Оны 5-7 минут 170 градуста осылай пісіріп аламыз. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүт пен сливкиді осылай баяу отта қайнағанша араластырып тұрамыз. Ескерту: қайнатпаймыз, тек қайнағанға дейінгі температурада ұстаймыз. Болған соң оттан алып, ыстық сұйықтықтың үстіне шоколадымызды салып алып, осылай араластырып тұрамыз. Шоколадымыз толық ерігеннен кейін, оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы массамызды формамыздың үстіне жақсылап орналастырамыз. Одан кейін 170 градуста 30-35 минут духовкада пісіріп аламыз. Егер піскенін білмесеңіз, осылай шоколадыңыз қимылдатқан кезде қозғалмаса, демек сіздікі дайын деген сөз. Бетіне маршмеллоуды қатарынан осылай қойып шығамыз. Торттың жираф деп аталу себебі де осы. Осы маршмеллоуды дайын орнатып алғаннан кейін духовкада 5-7 минутқа қойып, торттан жирафтың бейнесін көруге болады. Мінекей, тортымыз дайын. Менімен соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет.